Алматы қаласының тұрғыны Гүлнар Құдабаева өз мамандығын жақсы көретін білікті маман. Еңбек кітапшасында бір ғана жұмыс орнына жазылған. Алғашқы еңбек жолын Сәбит Мұқанов музейінен бастаған кейіпкеріміз 37 жылдан бері осы музейде қызмет атқарып келеді. Тағдырдың маңдайына жазылған шығар. 1909 жылдың 1 ақпанында осы музейге қызметкер болып қабылдандым. Онда да жаңағы ол кездің тәртібі музейдегі Мәриям апайдың сынынан өту керек. Музей жақындаған ашылған екен. 76 жылы ашу қолға алынып, 78 жылдың 21 қарашасында ашылған. Ашылғанына бір-ақ жыл болған музейге қызметкерлерді сол кездегі директор Хакім Бекішевпен бірге Мәриям Мұқанова сәбиінің жары өзі таңдайды. Менің ол кісінің таңдауынан өтіп кеткен себебімнің бір ұшығы менің сол Сәбеңнің ауылынан, Сәбеңнің елінен екендігімде жатыр енді. Оны жасырудың қажеті жоқ. Елдің қызы екен ғой деп, апайдың кішкене көңілі құлап, мені жұмысқа қабылдаған болады. Кейіпкеріміз Мәриям Мұқанова айтқан естелік әңгімелерін қойын дәптеріне түртіп жүрген. Әр жерден жинақтаған құнды мәліметтерін 2000 жылы кітапқа шығарады. Ол кітаптан бір отбасының емес, сол дәуірде Сәбит Мұқановпен сырлас, жолдас болған жандардың мінез құлықтары мен тұрмыс тіршілігі баяндалады. Осы іс арқылы Гүлнар апай екі буын арасындағы алтын көпір іспеттес. Өмірбай осы жерде қалам деп ойлаған жоқпын. Бірақ сол апаймен бірге өткізген кездер, осының ақыл кеңесі, тәлім тәрбиесі бәрі адамды өзіне баурап, өзіне жіпсіз байлайды екен. Тек қана музейдің шаруасына ғана емес, жалпы әйел адамның өмірдегі орны, ерін сыйлауы, күтуі деген қазақтың дәстүрі ғой. Соның бәрінің қыр-сырына осы Мәриям апайдың әңгімесі арқылы қанықтым. Гүлнар өз өмірін музейсіз елестете алмайтындығын айтады. Жұмыс күндерінен бөлек, жексенбі күндері келген қонақтарға да музей есігін айқара ашып қарсы алады. Өйткені Мәриям Мұқанова анамыз солай өсиет айтқан екен. Бүгінде Гүлнар жетпіс қызы музейдегі жас қызметкерлерге өз ақылын айтып, бағыт-бағдар беріп отыратын білікті маман.